қазір комментарийлерде айтады ғой, неге қыз сияқтысың, тестостероның аз ба, манераң сенің неге андай қатын сияқты сөйлейсің, майысқақсың, гейсің ба деген сияқты әңгімелер кетеді ше. Мен кішкентай кезімнен бастап сөздің шыны керек, тоже айта кетейін, ашып камерада. Кішкентайымнан мен енді әженің қолында өсіп, үйдің тірлігін істеп, ыдыс-аяқ жуып, үйді сыпырып өскен соң, сыныбымда да көбінесе мен балдармен андай араласуым өте төмен болған. Араласқанда енді араласам, балдармен жүрем, той-томалақ, туған күнге барам. Бірақтан көбінесе мен қыздармен көп не істегем да, общаться етіп, қыз достарым көп болып, иә, сол жақта. Бір көшеде тұрғанбыз, көрші қыздармен оқыдым ғой енді, Алина, Гүлжан деген сияқты. Сол екі досым болатын, 9-шы сыныпқа дейін азанда оқуға бірге барып, бірге келетінбіз ғой. Достарым сол, араласамыз қазірде. Негізі қыз достармен көп араласқам, ұл досымнан қарағанда қыз досым менің сәл көбірек, басымырақ.